Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді испанский чизкейк дайындайтын боламыз. Өте нәзік әрі дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Осылай өте керемет болып шығады. Ең алдымен бізге творожный сыр қажет. Және де құмшекер саламыз. Жақсылап миксерлеп немесе венчикпен араластырып аласыздар. Содан соң бір жұмыртқа саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бізге 3 жұмыртқа қажет. Әр жұмыртқа салған сайын осылай жақсылап араластырып аласыздар. Енді екінші жұмыртқамыз салып, дәл солай жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің жұмыртқамыз жақсылап араласуы қажет. Енді үшінші жұмыртқаны саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Творожный сырымызда толықта араласуы қажет. Бізде сұйық масса шығуы қажет біркелкі. Енді шым-шым тұз саламыз дәміне қарай. Жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге салқын сливки қажет. Толық рецепт описание бөлімінен көре аласыздар. Сливкиімізді құйып, енді барлығын тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Миксерлесеңіздер өте керемет болып шығады. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Алдын ала пештеріңізді қыздырып, дайындап қойыңыздар. Осымен дайын болды. Енді ең соңында жүгері крахмалын қосатын боламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен дайын болды. Осылай сұйық масса шығуы қажет. Енді формамызды дайындап, астына пергамент қағазын төсейміз. Кішірек формаға жасаған дұрыс. Аз мөлшерде жасаңыздар. Енді 220 градуста пісіретін боламыз. 40 минуттай. Әркімнің пешіне әртүрлі піседі. Осылай өте биік болып көтеріліп, пышный болып шығады. Кейін суыған екен жайлап басылады. Осылай бетін қызартып пісіріп аласыздар. Күйіп кетпеуі қажет. Содан соң осылай шоколадпен және де өзіңізге ұнаған посыпкамен сәндесеңіздер болады. Өте керемет болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.